Каспийден алған елкам қалай келді, бірге көрейік. Бағасы 32 000 теңге, ұзындығы 2,10. Осы жолы доставкасы Исыққа дейін тегін болды. Жолдасымның жұмысына алдыртып алдық. Барлығыңыз білесіздер, біз ауылдық жерде тұрамыз. Былтырғы алған елка қайнапкемдікі болатын, сондықтан да арнайлап балаларға осы жылы өзіміз тапсырыс беріп алдырттық. TikToktан қарап отырсаң, жаңа жылдық әуенді қосып қойып, отбасылы адамдар шыршаны әзірлеп жатыр. Өкінішке орай біздің үйде ондай бір романтика жоқ. Менің күйеуім, например, видео түсіріп тұрды. Ол үшін бұндай істердің барлығы еріккеннің ермегі болып саналады. Осындай ножкасынан екеу салып жіберді, қателесіп жүрген шығар деп ойлап отырмын. Немесе запасқа салып жіберді деп ойлайсыздар ма? Ножкалары әлсіз екені көрініп тұр, бір құлағанның өзінде сынып кететін секілді. Көп елкалардың ішінен отзывтарды оқып, ең таңдағаным осы болды. Осындай қарлы шыршалар қазір модада екен. Елканы жасап болғаннан кейінгі жолдасымның маған деген эмоциясын осы жерден тыңдасаңыздар болады. Моя жена готовится к Новому году. Еще до Нового года 20 дней. Ну и чё? Зато у меня такая красота в доме будет стоять. Еще я закажу шарики, бусы и красу. Буду каждую веточку украшать.